Гормон дегеніміз не? Және гормондардың адам ағзасына пайдасы қандай? Жалпы бізде эндокринді жүйе бар. Яғни эндокринді жүйе дегеніміз ол біздегі бездер. Адамның ағзасының ішіндегі сол бездер қандай да бір сөл бөліп шығарады. Ол сөлді біз гормон дейміз. Яғни гормонның қызметі біздегі зат алмасудың барлығын реттеп отырады. Мысал ретінде айтатын болсақ, сіздің жүрегіңіздің соғысын, немесе адамдар айтып жатады ғой, мысалы адреналин аламыз деп, егер де жаңағы адам қатты көңіл күй, эмоциональный жағдай болатын болса, бізде кортизол деген стресс гормоны бөлінеді, немесе бүйрек үсті безінен адреналин деген гормон бөлінеді. Осы гормон адамның қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғысын тездетеді. Мінекей гормонның әсері де сонда, ол біздегі зат алмасуды реттеп отырады. Және одан бөлек мысалы инсулин деген гормон бар. Сіз тамақ іштіңіз, сіздің тамағыңыздың құрамындағы қанттың көлемін реттеп отырады. Ойлаңыз, егер де сізде бұл гормондар болмайтын болса, сізде зат алмасу дұрыс болмайды, оның нәтижесі